Сәлем, бүгінгі мастер-класста осындай ананас жасайтын боламыз. Бұл ананасты көйлек ретінде де пайдалансаңыз болады. Жаңа жыл мейрамына. Бізге керекті құрал-жабдықтар ол фоамиран. Фоамиранды осындай 4,5-да 4,5 квадрат қылып кесіп аласыздар. Одан кейін дыш жуатын губка таза болу керек міндетті түрде. Содан кейін осындай басы домалақ шар керек болады кішкентай. Контейнер керек осындай. Бұны мен фикс прайстан сатып алдым. Осындай размерді алдым. Көлемі 1 литр. Қақпағына сәйкестендіріп 2 пенопласт осылай кесіп алдым домалақ қылып, осының қақпағына келетіндей қылып. Қиятын кезде осылай 2-ге бүктеп аласыз. Одан кейін шеткі жағынан осылай домалатып кесеміз. Содан кейін мына жоғарғы жағын қысқартамыз. Сол кезде бізде осындай шығу керек. Тағы да бір рет көрсетемін. Мына жерін осылай ашып қойып, одан кейін де былай кесуге болады. Осылай істесеңіз де болады. Немесе осы күйінде бүктемей ақ қана осылай егерде қиялсаңыз, осылай істесеңіз де болады. Осылардың барлығын қазір форма келтіретін боламыз. Ол үшін бізге үтік керек болады. Осылай қыздырып аламыз. Бірінші қосып, сосын губкамен жәнегі басы домалақ осындай кішкентай шарды аламыз. Негізі шардың көлемі кішкентай болғаны дұрыс. Себебі біздің жапырақтың размері 4,5-да 4,5. Егерде бұдан үлкен болатын болса, онда формасы онша емес болып қалады. Енді осыны аласыз да, осылай үтіктің бетіне қоясыз. Бетіне қойып қыздырып алғаннан кейін осылай губкаға қоясыз да, ыстық болып тұрған күйде осы домалақты осылай істейсіз. Сосын бірден алып, тез шет жағын қайтадан қалпына келтіру керек. Немесе осылай алып, кішкене шет жақтарын үтікке қойып түзеп алсаңыз да болады. Одан кейін мына ұшын осылай кішкене қыздырып аласыз да, сосын жоғары жағын осылай қысып істейсіз. Осылай болып шықты. Осындай бүкіл жапырақтарына форма келтіріп істеу керек. Жәнегідей барлығын істеп шығасыз. Қатты үлкен болып тұрса, шеткі жағын кішкене ғана қиып кішірейтуіңізге болады.
Осындай формамен барлығын аяғына дейін істеп шығамыз. Барлық формировкасын жасап болғаннан кейін, енді контейнердің осы қақпағына пенопластты жабыстырамыз. Мынандай артықтарын артынан қиып тастаймын. Енді бұның көлемі үлкен болғандықтан кішкене жоғар жағын жіңішкеретем. Осы секілді астыңғы жағы жіңішке секілді, мына жоғар жағында жіңішкерету керек. Себебі көлемі бұлай келмейді. Сондықтан жоғар жағын бұлай қарай кесіп жіңішкерету керек. Сосын осындай темірді қыздырып алып, шеткі жақтарын осылай кесіп тастайсыз. Енді мына шеткі жақтары осындай кедір-бұдыр болып қалғаннан кейін, бұны қазір наждачканың көмегімен шет жақтарын барлығын тегістейтін боламыз. Не осындай қазан қырғыш немесе наждачканың көмегімен осылай аласыздар да, шет жақтарын барлығын осылай болып шықты. Бас жағын осылай қарай кішкене жіңішкеретіп үшкірледім. Яғни мына астыңғы жағы мен жоғарғы жағы осылай қарай сопақ болып кету керек. Енді мына жапырақтарын жабыстыруды бастаймыз. Ол үшін осы жоғарғы жағына қарай апарамыз, ал мына жеріне жапырақтарын, яғни былай шығып тұратын жасыл жапырақтарын жабыстырамыз. Осылай жоғарғы жағынан кезектесіп бір деңгейде жабыстырып шығу керек. Сосын немесе осының сыртын сары фоамирамен қаптап шықсаңыз болады. Себебі осылай жабыстырғанда мына жерлерінде көрініп қалуы мүмкін ақ пенопласт. Сол көрінбес үшін немесе мына жерге кішкентай жасыл фоамиран жабыстырсаңыз да болады жоғарғы жағына. Осындай фоамиранды немесе изолонды алып, тек қана бас жағына қарай жауып тұратындай қылып жабыстырып шығамыз. Немесе мына шеткі жақтарын барлығын сарымен, мына контейнердің сыртын барлығын сарымен қаптап шықсаңыз болады. Бұның биіктігін өлшеп аламыз. Бірінші 18 сантиметр болды. Жоғарғы жағына қарай әкеліп жабыстырамыз. Осы жерге қарай кішкене ғана осындай бір бөлігін қалдырамыз. Сол жерге жапырақты жабыстыруға кішкене ғана бөлік қалдырып қоямыз. Ананастың.
Ең бірінші бір жағын жабыстырмай қойсаңыз да болады, бір жағын ғана. Кішкене ашамын да, осы ашық тұрған жерге байқасаңыздар, мен клейді мына жоғары жағына жақпаймын. Тек қана мына астыңғы ортасынан бастап осылай қарай төмен қарай жабыстырып отырмын. Жағып отырмын. Енді осылай қоясыздар да ашып біріншісін. Сосын ең бірінші жабыстырғанның бір жақ шетін енді жабыстырамыз. Мінекей бізде осындай болып шықты. Жоғарғы жағы бірінші қатар дайын болды. Екінші қатардан бастап ары қарай жабыстырамыз. Қараңыз, алдыңғы қатарда бірінші қатарда осы тұрған екеуінің ортасына осылай біреуін әкеліп осылай жабыстыру керек. Мінекей осындай болды. Енді үшінші қатарды жабыстырғанда жәнегі мына екеуінің ортасына ашық тұрған жеріне және осылай жабыстырамыз. Сол кезде біздің мына қақпағымызға жабысу керек. Мына астыңғы жағын мына қақпаққа уже жабыстырамыз. Ал мына жерге, мысалы, мына жағын бүйтіп жауып тұратындай, оны контейнердің астыңғы жағына жабыстырамыз. Сол кезде мына жерлерін барлығын жауып қалатын болады. Бас жағын жабыстырмағанда осындай ашық болып тұру керек. Жабыстырып болдық қақпағын. Енді осылай бұрап аламыз. Артық тұрғандарын қақпақтағы соларды қиып тастаймыз. Осылай дайын болды. Қақпақты да осы сары түске сыртын қаптау керек болатын. Негізі осылай жасылы көрініп тұрмау үшін. Егер де сіздер заказға істейтін болсаңыздар, онда мынаның сыртында сары түске изолон немесе фоамиранға қаптайсыздар. Контейнердің өзіне жабыстыруды бастаймын. Мына екі алдыңғы қатардағы сол жерге әкеліп осылай қоямын. Жабыстыратын кезде мына қақпаққа уже жабыстырмайсыз, тек қана мына астыңғы жағын контейнер тұрған жерге ғана жабыстыру керек. Қақпағын ашқанда осындай болады. Енді мына жерлеріне жабыстырамыз.
Астыңғы жақтарына келгенде осылай аласың да түп жағына қарай осылай жабыстыра бересіз. Осындай ананас бізде шығып келе жатыр. Астыңғы жақтарына дополнить етіп, мысалы мына жер көрініп тұрса, бұл жерге де жабыстыру керек. Мына жерге де мысалы жерлерін жабыстырып шығатын болдым. Бірінші өлшеп алдым, 1,5 сантиметр екен. Осы жерлерін ашып тастадым. Осындай полосканы алып, осылай жабыстырып шығу керек. Артық жерлерін қиып тастаймын артынан. Осылай жабыстырып шыққаннан кейін артық қалған жерлерін қиып тастаймыз. Түп жағында жабыстырып шықтым. Асты осылай болып қалды. Енді бұның астын жабатын боламыз. Ол үшін осылай домалақ кесіп алу керек. Осындай көк керек болады. Диаметрі 9,5-9 сантиметрлік. Тек қана шет жағына ғана жақтым. Себебі астыңғы жағынан клей көрін қалуы мүмкін. Егерде ортасына барлығын жағатын болсам. Енді көрінбей тұрады клейі. Осындай болды. Ананасымыз жапырақтарын жасаймыз. Осындай жапырақтар әртүрлі өлшемде болады. Мысалы 4 сантиметр, биіктігі, ұзындығы 13 сантиметр, әртүрлі. Мысалы мынау 4,5-да 13-12 сантиметр болды. Бұл изолон деген материал, немесе фоамираннан да істесеңіз болады. Осылай қиып алғаннан кейін формировка жасаймыз. Жапырағына форма келтіру керек. Ол үшін бізге электрикалық плита керек. Қыздырып алғаннан кейін осылай изолонды бет жағына қойып, немесе фоамиранды, сосын мұндай форма келтіру керек. Сосын астыңғы жағына клей жағып, тік тұратындай немесе осылай бір-біріне жабыстырып мына жер изолон болғандықтан изолонды бір-біріне зажигалканың көмегімен де жабыстыра беруге болады.
Осы электрикалық плитаға кішкене алып, шеткі жақтарын осылай қайырып алсаңыз болады. Фоамиранды да осылай істеуіңізге болады. Мыназдың кішкене былай қарай қайыру үшін мыналарды жауып тұрасыз да, осылай қыздырып аласыз. Сосын өзі былай қарай қайырылатын болады. Осылай істесеңіз де болады. Мына жерге біреу қазір жабыстырамын. Біздің ананасымыз дайын болды. Осындай болып шықты. Мастер-класс ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Ішіне конфет, түрлі фрукты, сондайларды салып, кулек ретінде де пайдалансаңыз болады.